келесі нұсқа бізде сынақ тестілеуден өтуді басамыз, біліктілік тестілеуді басамыз, ары қарай орта білім беру ұйымдарының дегенді басамыз. Осы жерден информатика пәнін таңдап, тестілеу тілі қазақ тілін таңдаймыз. Тестілеуді бастаймыз. Бізде сразу тестілеуді аяқтап, мына жердегі қатемен жұмыс бөліміне кіреміз. Сол кезде бізге дұрыс жауаптарымен шығып отырады. Бірінші сұрақ: Тим Бернерс-Ли жасаған ең алғашқы браузердің жылы бізде 1989 жылы деп шығып тұр бұл жерде. Келесі сұрақ: Если на краю оттолкнуться командасының қызметі. Бұл бізде Scratch программасына арналған, яғни программалар, алгоритмдер бөлімінде тест спецификациясында осындай тақырыпша бар. Қазақшаға аударған кезде экран шетіне жеткенде оған тіреліп кері қайтады. Осы варианты бізде дұрыс болады. Ctrl-Shift-G ыстық пернелер қызметі. Статистика диалогтық терезесін ашу. Windows жүйесіндегі компьютерлік алфавиттік символдар саны 0-дан 256-ға дейін. Бұл жердегі байт 512.000 байт, бізде 500 килобайтқа тең. Бұны біз аударып аламыз өзіміз. 512 байтымыз 500 килобайтқа тең болады. Яғни байт битке тең. Оны біз аударған кезде осылай 500 килобайт шығып тұрады. Лабиринт жобасында қолданылатын датчик ультра дыбысты датчик. Лабиринтта ультра дыбыстық датчик қолданылады. Электронды есептеуіш машинасының екінші буыны. Екінші буын бізде 1958-1964 жылдары. Мына жерде басқалары келмейді. Microsoft Excel'да Shift-Ctrl-F12 пернелерінің қызметі басып шығару. Excel'да осыны басқан кезде Shift-Ctrl-F12 деп бізді экран бетіне баспаға шығарады. Печет басады. Microsoft Excel'да Shift+F5 пернелерінің қызметі. Shift-F5 ол қарапайым бізде табу. Программада түсініктеме бергенде қолданылатын белгіні көрсет. Бұл А вариантымен жүктеу, бізде С варианты дұрыс. Түсініктеме, яғни ішіне түсініктеме жазу үшін осындай символды қолданылады. Мына программа орындалғанда экранда пайда болатын жауапты көрсет. Мына жерде for each. Бұл бізде экран программаға қосқан кезде 55 деген мән шығады екен. Көзбен де жаттап алсақ болады. 1-ден 10-ға дейін S+1 write экран бетінен шығар дейді. Яғни 55 деген мән шығады екен. Бұл қарапайым тоже топология атауы. Ол бізде шина топологиясы. Желілердің түрлері деген тақырып бар. Тест спецификациясында. Дөңгелек, яғни сақина топологиясы. Жұп саны көрсетілген жазба Python. Жұп бізде міне мынау 2 теңдік белгісі бар, процент берілген. Бізде Python'дағы жұп сан осылай беріледі. Python тілін ойлап тапқан. Енді бізде Python программирование. Python программалау тілі де бар, бұл центр тестированияның тақырыпшасында. Python тілін ойлап тапқан Гвидо ван Россум 90 жылы. Ойлап тапқан. 25 мод 3 қосу 6 диф 4 дейді. Бұл қалдық, қалдық. Бізде қалдық сандар дегеніміз бар. Бұл бізде сандарды, өрнектерді программа түріне аударған кездегі нәтиже бізде 22 болады. Ең оңай деп ойлаймын. Паскальда берілгендердің типтерін неше топқа бөлеміз? Паскальда берілген типтерді біз 3 топқа бөлеміз.
белгілі бір көрсетілген шарттың орындалуына байланысты командалар жиыны атқарылады. Әйтпесе олар атап өтіледі немесе басқа командалар жиыны орындалады. Шартты түрде атқарылу. Шарттың орындалуына деп байланысты деп тұр, яғни бізде шарт беріліп тұр, сондықтан варианты дұрыс. Image тегінің CRC атрибутының қызметі. Бұл image английском қазақшаға отырған кезде суреті бар, сурет және осы атрибутта қолданылады. Суреті бар файлдың атын көрсетеді жауабы. Run іске қосу мәзірі арқылы бұл бізде программаларды іске қосу және тоқтатуға болады. Яғни көбіне тест сұрақтарында алгоритм және программалау тақырыпшалары кеңінен қарастырылған екен. Адамдардың қатынайтын көліктердің жылдамдық кестесі деді. Өткен жол, бізде көлік құралы, және бағандар және жолдар берілген. Осы жердегі сұрақ ұшақтың жылдамдығын есептейтін формула. Бұл жерде велосипед, трактор, грузовик, автомашина, поезд, самолет берген ұшақтың формуласын есептейтін формула бізде жауабында V7 және S7 деді. V7 бізде 1200 болып тұр, енді S7-міз бізде, яғни ары қарай келесі бізде ұшақ болу керек, сондықтан V7 мен S7-ні есептеген кезде осы формула шығады екен. Келесі сұрақ. Электронды кестедегі өрісіміз бізде баған. Яғни Excel'да өрістерді біз баған деп атаймыз. А өрісі, Б өрісі, С өрісі, Д өрісі ол бізде баған болып саналады. Электронды кестені ойлап тапқан бізде Бриклин мен Франкстон екен. Электронды кестені ойлап тапқан Бриклин және Франкстон. Электронды кестемен жұмыс істеудегі алғашқы бағдарламалық қамтамасыз етуді көрсетіңіз. Весикалық, яғни ең алғашқы бағдарламалық бізде весикалық. Электронды кестемен ең алғашқы электронды кесте, яғни бағдарламалық қамтамасыз ету весикалық. Электронды кестедегі жазбаны енгізу. Қате жазылып кетіпті. Электронды кестеге жазбаны енгізу бізде кесте. Жазба жазу үшін біз кестеге барамыз. Қай жылы әмбебап электронды цифрлық есептеуіш машина ENIAC жасап шығарылды? Яғни бұл бізде ең алғашқы 1946 жылы ENIAC. Бұл есептеуіш машиналарға байланысты тақырыпшада бар. Центр тестированияның тақырыпшалар, информатика пәнінің тақырыпшаларында, спецификациясында бұл міндетті түрде келеді. 1946 жылы. EM дегеніміз электронды есептеуіш машинасы. Ең бірінші 1946 жылы. Деректер мен хабарлардың әлде қайда қауіпсіз сақталуы мен таратылуы үшін оларға код тағайындауға арналған стандарттар мен хаттамалар жиынтығы криптография деп аталады. Деректер мен хабарлардың әлде қайда қауіпсіз сақталуы мен таратылуы үшін оларға код тағайындауға арналған стандарттар мен хаттамалар жиынтығы, яғни код тағайындайтын ол бізде криптография деп аталады. Экранды басқару блогы бейне-адаптер. Бейне-адаптер. Өте қарапайым сұрақ. Mainframe компьютерлік желілерде қандай рөлін атқарады? Mainframe суперсервер деп аталады. Қай жылы Вильгельм Шикард есептеуіш сағаттар 4 арифметикалық амалды орындай алатын механикалық калькуляторды ойлап тапты? Вильгельм Шикард бізде, яғни 1623 жылы. Есімізде сақтап алайық. Яғни калькулятор, механикалық калькулятор 1623 жылы. Шикард
1623 жылы ойлап тапқан екен. Келесі бізде оқыту әдістемесіне кірсек, бірінші сұрақ. Әрқашанда пайымдау, қорыту және дәлелдеуді талап ететін оқыту әдісі түсіндіру. Әрқашанда пайымдау, қорыту, дәлелдеуді талап ететін оқыту әдісі түсіндіру деп аталады. Сабақты жоспарлау және өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі сабақ мақсатын оның әрбір қадамын терең ойластыру. Сабақты жоспарлау және өткізу технологияларын дайындаудың бірінші бөлігі сабақтың мақсатын құрастырып аламыз. Мұғалімдердің кәсіби жүйелік қоғамдастығы көшбасшы мұғалімдер бастаған зерттеулер мен инновациялар негізінде өздерінің оқыту мен оқу тәжірибелерін тиімді дамытуға арналған өріс, осы тәжірибені жетілдіру және әріптестермен тәжірибе алмасу тетігі. Яғни кәсіби болғандықтан бұл көшбасшы мұғалімдерді, бұл бізде портфолио өткізген кезде осы инновациялық технологиялар деген кезде бұл бізде бар болды. Lesson study тәсілі негізінде жүзеге асырылады. Бұл тақырыпшада оқыту методикасының тоже тақырыпшасында бар. Зерттеулер, сабақты зерттеулер деген тақырыпшада осы сұрақтың төңірегіндегі теория бойынша дайындалғандарыңыз дұрыс. Lesson study тәсілі негізінде жүзеге асырылады. Сабақты зерттеу. Мектеп педагогикасы бұл жас ерекшелік педагогикасы. Мектеп педагогикасы бұл жас ерекшелік педагогикасы. Дистерверк тұжырымдаған қағидат. Мәдениеттілік қағидаты. Дистерверк тұжырымдаған қағидат, мәдениеттілік қағидаты. Тәрбие жұмысының формасы. Сынып сағаты. Тәрбие жұмысының формасы сынып сағаты. Мұғалім жүргізетін дамыту жұмыстарының алғашқы кезеңі. Маңызды шешімдерді талап ететін құндылықтарды анықтау. Мұғалім жүргізетін дамыту жұмыстарының алғашқы кезеңі. Маңызды шешімдерді талап ететін құндылықтарды анықтау. Педагогикадағы тәрбие принципі. Бұл тәрбие деген тақырыпшада бар. Яғни тәрбие ережелерінің жиынтығы. Тәрбие ережелерінің жиынтығы бұл бізде тәрбие принципі. Белгілі бір тапсырманы орындаудың алдын ала игерілген алгоритмдерін нақты пайдалануға негізделген ойлаудың түрі репродуктивті. Тест жетістілігінің міндетті компоненттері тест формасындағы тапсырмалар, жауап эталоны және дистрактор. Бұл бізде оңай сұрақ. Шығармашылық үдеріс, зерттеу, ізденіс, қарым-қатынас. Шығармашылық үдеріс, зерттеу, ізденіс, қарым-қатынас. Выготский когнитивті дамудың оқушылар өздерінің жұмыс істесе жақсартатынын атап көрсеткен жақын арадағы даму аймағында. Мұғалімге сабаққа дайындау барысында 3 кезең бөлінеді, яғни сабақ дайындау барысында диагностика, болжау, жобалау. Бадласы оқыту заңдылықтарының 2 түрін ажыратады: жалпы және жеке. Жеке заңдылық дегеніміз не? Олардың әрекеті дидактикалық жүйенің жекелеген аспектілерінде қолданылады. Тапсырмаларды орындау кезіндегі әрекеттерді сипаттайтын сипаттама, дескриптор. Бұл біз білеміз, тапсырмаларды орындау кезінде әрекеттерді сипаттайтын сипаттама, дескриптор деп аталады. Дәстүрлі модель бойынша сабақта сұрақ қоюды ұсынатын жан мұғалім. Критериалды бағалау дегеніміз бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына сәйкес келетін, оқушылардың оқу танымдық құзырлығын қалыптастыруға бейімдейтін, олардың оқудағы жетістіктерін салыстыруға негізделген, өлшемдері барлық қатысушыларға алдын ала белгілі, анық ұжымдық әзірленген үдеріс. Интерпретация дегеніміз ерекше дағдылар, көзқарастар, қызығушылық туғызу. Бұл бізде бар. Педагогтың кәсіби қызметін және түпкілікті жоспарлаған нәтиженің кепілдігін қамтамасыз ететін технологиялық рәсімдер жиынтығы педагогикалық технология. Осымен бізде 20 сұрақ аяқталды.